Жақында жаңалықтан бір қаланың әкімі 9 миллион теңгенің сағатын тағып алыпты деген әңгіме шықты. Соны жаңалыққа шығарып, ол кәсіпкер, мен кәсіпкер болғанмын деп ол әкім ақталып, сұхбаттан қашып, соны жаңалықтан көрсетіп жатыр да. Оны көрген халықтың реакциясы ол түсінікті ғой. Оңбаған, жемқор, ұятсыз, елді тонап 9 миллионға сағат таққанша өлмейсің бе деп. Сонда ол әкім 9 миллионға сағат тағуға правасы жоқ екен да. Әкім болған үшін ғана тақса, оны қалай алғанын халыққа айту керек, ақталу керек екен. Әңгіме оның сағатында емес, әңгіме халықтың санасында, ақылының деңгейінде. Мүмкін оған достары сыйлаған шығар ол сағатты, ағайын туысы сыйлаған шығар. Мүмкін ол кәсіпкер болып ақша тауып, ол өзі армандаған, қалаған сағатын алған шығар да. Ұнайтын шығар оған сағатты алу. Біреу аяқ киім жинайды, біреу кітап жинайды, біреу картина жинайды дегенде коллекционер. Ол сағат жинайтын шығар. Мүмкін ол әкім сағат жинайтын шығар да. Мүмкін өйткені ол үшін ол құнды бағалы нәрсе шығар да сағат деген. Яғни оның жеке басының мәселесі ғой, оның сағаты негізі. Бірақ неге ол үшін ол айыпты да, біреудің алдында есеп беру керек. Ол жеп қойды, тонады делік. Кім оны көзімен көріп, құлағымен естіді, сол айтып отқан адамдардан. Что именно ол сағатты халықтың аузынан жырып алған. Шариғатта бір күнәға жаза беру үшін 4 куәгер болу керек екен. Оның біреуі сенімсіз болса, жаза қолданбайды екен. Ал қасында болып бірге араласпаған, кім қандай адам екенін білмей тұрып, ай әкеңнің, шешеңнің оңбаған, ұятсыз деп айту, ол біріншіден надандық, имансыздық. Намаз оқитын адамдар ақталып айтып жатады да. Что именно ол сол сағатты халықтың аузынан жырып алған. Шариғатта бір күнәға жаза беру үшін 4 куәгер болу керек екен. Оның біреуі сенімсіз болып тұратын болса, жаза қолданбайды екен. Ал қасында болып, онымен бірге араласпаған, кім қандай екенін білмей тұрып, ой әкеңнің, шешеңнің оңбаған, ұятсыз деп айту, ол біріншіден надандық, имансыз адамның тірлігі. Құдайды танымайтын біреуге олай жала жауып ғайбат айтпас еді да. Ол ақымақ, өйткені ойлап өлшеп сөйлей алмайды, өз пікірі жоқ адам. Осы жерде келіспей 30 жыл халықты тонады ғой, жеді ғой, көрініп тұр ғой, түсінікті ғой дейтін шығарсыздар, мейлі. Сонда да 30 жыл бойы өкімет басшылар сондай оңбаған екен, ал халық аппақ тап-таза ақпейіл, сондай бір сәбидей екен де. Балық басынан шірейді дейді, бірақ оны құйрығынан бастап тазалайды деп айтады. 30 жыл бізді тонап жейтін басшылар болса, халықтың ішінен шықты олар. Аспаннан түскен жоқ, басқа елден келген жоқ. Біздің пейіліміз, ниетімізге сай бізді тонады, жеді, бірақ халықты қалай айтса болады, билікте қатысы жоқ, халықта кінә жоқ деген ол енді таза надандық деп ойлаймын. Надан өзінің надан екенін білмейді дейді ғой, білсе де мойындамайды дейді. Енді басшылыққа періштені әкеп қойсаң да, надан жүрген жерін ол не істейді? Бықстады, састады, қолынан боқта келмейді, бірақ тілімен бықстып жүріп, осындай адамдарды, осындай састатын адамдардан тазаламаса, періштені де, сол періштені де не істейді? Шайтан деп айтатын адамдар болады да. Шыбын гүлдің ішінен не істейді? Боққа барып қонады ғой. Тура сол сияқты ол надандарды тек қана осындай жамандықты көреді, жақсыны көре алмайды. Батырсымақ еркектер, әкелер жиналып алып, ой анау деген конченый, ой мынау деген біткен адам, бәрін қыру керек, қамау керек, ату керек. Өңшең ақымақтар, топастар билікте отырғандар дейді. Я диванда жатып алып, дастарханда отырып алып, тілмен әкету беру, ол любой ақымақтың қолынан келеді ғой. Бомжда айта алады оны көшеде, сенің айтқаныңды. Ал сен мықты болсаң, неге сол әкімнің деңгейінде емессің бе? Ақылың жетіп отыр екен ғой, соған қалай жұмыс жасау керек екен, не істеу керек екен. Бірақ неге сен духың жетпей отыр, сол әкімнің кабинетіне кіріп, осы әңгімені оның бетіне қарап айтуға да? Міне әлеуметтік желіге шығып түріңді көрсетіп, міне мен осындаймын, атым осындай, сол әкімнің, депутаттың, министрдің, бастықтың атын айтып түсін түстеп, сол айыпты болса, ашық айтуға, үйде отырып батыр болмай, неғып соның духың жетпейді да, оған қорқасың. Сол әкімді басшының алдына барып қалсаң, екі қолдап амандасып, дірілдеп, бір жеріне суланбай кіріп кетуге дайын тұрасың да, бірақ артынан үресің. Кәндениктер болады ғой, забордың ішінен жеп қоятындай, үріп ақыр болса, есікті ашсаң болды, қашып кетеді да, бірақ қауып болмайды да, жақындамайды да, қашып кетеді. Бірақ шәуілдеп үре береді. Тура сол сияқты кандидаттар сияқты халықтың 90% арттан жүріп отырады да. Ал кеттік, барайық нақты бір әрекетке келген кезде басын ала қашады. Ой, құрсын, тыныштық керек дейді. Еркектер туралы айтып отырмын мен қазір. Сенің еркек екенің түнде қатынның қасында ғана білінеді деуге де қимай отырмын да, кейде. Онда қатыратын шамалы болып қалды қазір. Бірақ өмірінде 9 миллион тұратын сағатты тақпақ түгілі, ол сағатты сен көзіңмен де көрмейсің. Өйткені сенде ондай сағатты сататын дүкеннің қайда екенін білмейсің сен. Білсең де ол жерге кіруге духың жетпейді. Өйткені сен санаң, ақылың қазіргі өміріңнің, жағдайыңның көрсеткіші да. Сондай ақылды мықты екенсің, неге сен сол әкімнің орнында отырған жоқсың? Неге сол әкімнің деңгейінде жүрген жоқсың? Кабинетіне тіке кіріп баратындай сондай бір абыройың жоқ, мүмкіндігің жоқ та. Оған сен мың сылтаудатып ақталасың. Өзің қорқақ, әлсіз, жауапкершіліктен қорқатын, қашатын бір әйелге ұқсас екеніңді мойындамайсың, өлсең де мойындамайсың. Бәріне сылтауың бар, бәріне біреу кінәлі. Сенің осындай түріңді көрген ұлыңнан сен кейін не хайыр күтесің? Ұлың қандай батыр болады? Қалай елді ойлайды ол? Әкесінің сөзімен ісі сай емес, қорқақ екенін көріп өссе,
әйелдерді қойшы, бірақ еркектердің, жас жігіттердің осындай мелочный болып арттан сөйлеп, көре алмай мысқылдап, қызғанып, хихи деп өкпелеп, іштей сасып сырттай бықсып жүрген кезде бізде елді ойлайтын басшылар қайдан келсін, Құдай сенің осындай әлсіз екеніңді білген соң саған ондай қызметті, байлықты бермейді саған берсе сен нағыз есерсоқ, сондай бір түк көрмеген ашкөз, аспанда тіреп тұрғандай мұрның шүйіріп бүйтіп түйін төмен жетіп халықты қанайтын нағыз тиран сен болуың мүмкін да. Әрбір өсекші, ғайбатшы, жала жабушы, мен осындай еркекке айтып отырмын қазір осыны, өз күнәң азды, енді айдаладағы біреудің күнәсін арқалағанша өз өміріңді реттесейші. Сен не бітіріп қойдың, соншама артық сөйлейтіндей, ол әкімді, президентті әңгіме қылатындай да. Енді халықты қойшы, өз бауырыңа бір жақсылығың, көмегің тиіп жатыр ма негізі? Өзінше президентпен, әкімді сөз қыласың. Ал сен кімсің сонда? Өтірік фейковый еркек, қатынға ұқсас, кесек-кезек аз сөзді істің адамы болайық жігіттер. Сен ол әкімнің деңгейінде ойлай алмайсың, оның деңгейіндегі өмірді сен көрген жоқсың. Онда өзіңе көп алма. Қазақта айтады ғой, 1000 күнәға бір тәубе деп. Сен оның күнәсін көрдің, бірақ сен тәубесін көрген жоқсың. Сен ғайбаттап, жала жауып отқан адамның тәубесі бар шығар. Ал ол сенің тілің қайда бара жатыр? Ол соны ойлану керек. Осыны ақылды болып, миың тасып, энергияң тасып отса, оны өзіңе қарай бір осы ақылыңды. Сосын бір ойланып көр. Мен бұл жерде жігіттер қатты айтып, бір артық кеткен ештеңем жоқ. Мен по факту айтып отырмын, өйткені бұл күнделікті біздің дастарханымызда, біздің әрбір үйде айтылатын, әрбір жігіттердің отырысында айтылатын нәрсе. Сондықтан жігіттер ойлану керек. Үлкен адамдар мені тыңдай қоймайтын шығар, бірақ мен жастарға, жас бауырларыма, жігіттерге айтарым. Ертең сендер де әке боласыңдар, ертең сендер де осындай сөздер айтасыңдар, естисіңдер, немесе сендер де сондай қызметте боласыңдар. Сол кезде саған да сондай сөздер айтады, немесе сен сол сөздерді айтатын адам боласың. Соны таңда. Либо саған сөз айтады, сен өзің тірлігін жасайсың, либо сен солай сөйлеп отыратын екінші орындағы адам боласың. Сондықтан қазірден бастап дұрыс таңдау жасайық жігіттер.